Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында орешки жасайтын боламыз. Өте дәмді шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, соңына дейін видеоны көріп бағалап кетсеңіздер. Қажетті заттардың барлығын дайындап қойдық. Бізге май, қаймақ, қант ұнтағы, жұмыртқа, тұз, қопсытқыш және ұн қажет болады. Бөлме температурасындағы сары майдың үстіне қант ұнтағын салып, екеуін миксерлеп аламыз бірінші. Содан кейін үстіне бір жұмыртқа саламыз, және тұз, қопсытқышты салып, және де қаймақ салып, барлығын тағда миксерлейміз. Біркелкі бол барлығын араластырып алғаннан кейін ұн саламыз. Ұнды бірден салмаймыз, бірнеше бөліктерге бөліп салып, қатып кетпеуін қадағалап отырамыз. Менде бұл жерде 350 грамм ұн кетті. Әрбір ұнға байланысты 50 грамм минус немесе 50 грамм плюс болуы мүмкін. Бірақ одан артық болмау керек, себебі нан қатып кетуі мүмкін. Қамырымыз мінекей осындай болып шығады, жұмсақтығы. Енді қамырымызды тоңазытқышқа бір 15-20 минутқа салып қоямыз. Менде бұл жерде Редмондтың орешницасы, бұған бізде 7 граммнан кетеді. Алдын ала дөңгелектеп алып, осылай пісіріп аламыз. Ал егер советский орешница болса, онда оған 5-6 граммнан кетеді. Мінекей орешницамызды пісіріп алдық. Енді осындай вареный сгущенканы алып, әрбіреуінің ортасына жағып шығамыз, және бір-біріне жабыстырып дайындаймыз. Ортасына грек жаңғағын немесе фундукты де салып жіберуге болады. Ода ерекше дәмді болып шығады. Ал мен әзірше салған жоқпын, тек сгущенканың өзімен дайындадым. Сгущенканы барынша сапалы болған жақсы. Осындай немесе Дептің вареный сгущенкасын пайдалансаңыздар, дәмі өте ерекше және өте дәмді болып шығады. Мінекей мынандай артық тұрған қамырды немесе беті әдемі болсын десеңіз, осылай жабыстырып алғаннан кейін үкіштен, яғни теркадан жаймен жан-жағын қырып алып тастауға болады. Мен үйге жасағандықтан олай жасамадым, балалар осылай жеп қойды. Ал егер қонақ үстеліне жасасаңыз, теркадан өткізсеңіз өте әдемі шығады. Достар, егер видео ұнаса, мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып, және каналыма жазылмаған болсаңыз, жазылып кетсеңіздер. Және дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, барлығын описаниеда қалдыратын боламын. Және де шыққан нәтижемен комментарийда бөлісіп кетсеңіздер. Ас болсын!